барлығы осы приора жүретіндер мына рульді айырбастағысы келеді. Және де жалпы Қазақстанда сол рульдерді мониторить етіп жүрген жігіттердің барлығы түсінген шығар қандай руль салатынымызды. Бірақ дегенмен ол құпия болып қала берсін. Келесі шығарылымда міндетті түрде жалпы осы рулімізді айырбастаймыз. Одан кейінгі келесі адамдарымызды дәлше айта береміз. Қыздар жігіттеріңе абай болыңдар, жігіттеріңді байлап ұстаңдар. Назар аудармайым, қалтам тесік бірақ мен байым езутек күлкі бірақ ішімде уайым өзімді қоярға жер таппайым, мен батпайым. Назар аудармайым, қалтам тесік бірақ мен байым езутек күлкі. Көрініп тұрмын ғой да? Кеттік па? Ассалаумағалейкум тағы да. Жігіттер, мінекей долгожданный біздің рулімізде келіп жетті. Руль жайында нақты айтатын болсам, руль Kia Rio 4-ші поколенияның рулі. Сделано под приору. Былай айтқанда енді ВАЗ автокөліктеріне арналып істелінген. Бұл рульдің ерекшелігі, енді бәріміз көріп жүргендей, Ресейдегі автоблогерлердің біразы, приора, ВАЗ 14 жасайтындардың көбісі осы рульді салуға тырысады. Және ол жақта неше түрлі модификациялары бар. Әрине біздің рульде Ресейден келінді Қазақстанның Менмен деген магазиндерін шолу жасап, Шымкент қаласынан Папакар атты автокөлік саймандарын сататын магазинімізден осы 2 штук руль алынды. Басында руль қызыл строчкамен бір руль болды, осы қара строчкамен осы екінші руліміз. Негізінде мынаны мен өзімнің бауырыма, туған бауырыма алдырған болатынмын. Өзіме қызыл строчкамен рульді заказ берген болатынмын. Екеуінің бағасы Папакар Instagram парақшаларында дүкеннің барлық бағалар жазылып тұр. Және де керек болса, бұл реклама емес, әрине, мен өзімнің жалпы жігіттерге деген рахметін былай айтқанда. Жалпы жігіттер, міне осылай рульді алдық. Негізі модификациялар неше түрлісі болады. Мынау обшитый бар, мынандай эко-кожамен, кожзаммен, немесе перфорированный. Оның бәрі енді кастом, адам өзінің қолынан жасаған рульдер, переделка жасап. Енді подключениесіне келетін болсақ, жігіттер, подключениесі былай болып жатыр. Бізде басында штатный өзінің люксовыйдың штатный планшеті болды. Мына магнитофонмен жұмыс жасап тұрды ол. Және біз осы рульді алғаннан кейін рульді қосайын десек, руль штатныйға қосу енді мүмкіндік бар шығар, бірақ енді ол үшін бірнеше күнді электриктер арнағысы келген жоқ. Сондықтан бізге айтылды, либо Android алыңыздар, немесе мына жерге кәдімгі системный магнитофон алыңыздар деп. Біздер ойлана келе мына планшетті сатып алдық. Планшетте Шымкент қаласынан келді. Шымкент қаласы Абукар автокөлік саймандарын сататын дүкеннен мына рамкасымен бірге жасалынды. Жалпы жігіттер, бізде Қазақстан бойынша жалпы ВАЗдардың тюнинг мекені осы күнге дейін қазіргі күнде бірінші орында Шымкент тұр деп айтылады. Бері қара, бұл қап-қара Шымкент көрсетеге шара бар, жетет бізді шеттет. Как будто шетелдей. Өйткені Қазақстан дүкендерінде жоқ нәрселердің барлығы бар. Және де заказ тапсырыс берсеңіздер, аз уақыттың ішінде қолайлы бағамен бүкіл нәрсені жеткізіп беруге жігіттер дайын. Және де рульде айтатын болсақ, жалпы мына планшетті негізі мына өзінің центральный консолінде приора 2-нің мына жерінде ғана орнатылатын болады. Осындай консольдар бар. Және біздер оны еденге қойғымыз келген жоқ. Сондықтан Инстаграмда, жалпы интернетте осы 9 дюймдық мен қойғым келді. Өзінің 7 дюймдығы маған аз болды. Сондықтан жігіттер ойлана келе мынаны суретін өзімнің бауырым, Алмат бауырыма рахметімді айтам. Инстаграмнан осы суретін тауып, осындай приораның осындай рамкамен 9 дюймдік тұрғанды маған жіберді. Ал енді ерекшеліктеріне келетін болсақ, жалпы бәрі кәдімгі штатный режимде жұмыс жасап тұр деп айтуға болады. Енді бір ғана минусы бар, енді ол жаңағы біздің штатныйымызда неше түрлі показательдер болды. Яғни
EBUдан алып тұрған информацияның бәрін біз көріп тұратынбыз. Ол температура көрсеткіші цифрлық түрде. Оның бәрі енді былай қарап отырсаңыздар, мына люкс көлігіміз люкс, сондықтан барлық датчиктер основнойлардың бәрі бар мұнда. Енді бірақ мынау бізде Android болғаннан кейін YouTube-ға кіресің, жалпы навигацияң бар, жалпы қолайлы. Енді қосылу жағын айтатын болсақ та, қос жалғауы, жалпы мына рульдің подключениесі, мына планшет екеуінің жалпы ондай бір адам шошитындай баға емес. Қарағанды қаласында Артем деген жігіт. Артем, выражаю благодарность свою. Артемка, ты мой соленый огурчик, я тебе передаю привет, ты мой... Жалпы осы жігітпен хабарласа келем. Ол жігіттің уақытына, біздің уақытымызға сәйкес келетін уақытта бір күнде жасап бердім. Яғни машина бір күнге қалдырып кеттім бір күн алдын. Ертесі күні 3-4 сағаттың ішінде маған подключение жасап, жалпы дайындап берді көлігімізді. Енді рульге келетін болсақ, рульдің қазір көріп тұрғандарыңыздар міне мынау громкость, мынау бізде дауысын сөндіріп тастайды, және мынау тректерді өткізеді. Бұлай қолданғанға өте әдемі. Және де ең айта кететін маңызды нәрселердің бірі, көбісі руль салған кезінде бір приоритет болу адамда. Жалпы біздер мен өзіміз салған кезде осы рульді армандап жүрдік қаншама уақыт. Маған қызық болған жоқ оның жаңағы подушкасы бар ма жоқ па. Енді әрине ол біз трассаға шығып бір гоночный машина строить еткен жоқпыз, подушкасы болатындай бәрі болатын. Енді жалпы қалаға жүріп тұруға тап-тамаша бір өзіндік стилі бар көлік шығарғымыз келді. Сондықтан маған маңызы болған жоқ. Подушкасы мында обманка тұр, муляж, пустота. Мына кнопка бізде не задействован, ол жұмыс жасамайды. Осы кнопкаға бола мына жерден 2 провод тарту керек деп маған Артем айтты. Сондықтан Артеммен ақылдаса келе мына кнопканы жай қалдыра салдым. Яғни айта кететін болсам, мынау бізде кнопка мод деген жаңағы режимдердің айырбастауы. Қазір қарасаңыздар мына жерден шығады. Радио, музыка, телефон, навигация. Көріп отқандарыңыздай. Қарай бересіздер осылай. Барлығы жұмыс жасап тұр. Ал енді сигнал қалай болады деген жандарға, мына рульдің өзі басында алған кезде мына руль муляжды шешсеңіздер, енді қазір ашып көрсетпей қояйын. Мына кнопкаға біз қойдық сигналымызды. Көріп тұрғандарыңыздар, барлығы жұмыс жасап тұр. Мен енді интернет желісінде осы Приораға осындай Kia Rioның рулі салынған машиналарды қарай бастаған кезінде көп көліктерде мына жерінде зазор қалып кетті. Руль мен рулевой кожух бар ғой, колонканың кожуғы. Осы жерінде прямо былай айтсам көзді мозоль ететіндей осыншама қалып кететін еді. Мен соған қорыққан болатынмын, бірақ дегенмен көрдіңіздер, көріп тұрғандарыңыздар өте әп-әдемі бірге-бір келді. Енді жалпы қалай өзіңе жалпы ұнай ма, ұнамай ма деген кісілерге айтатын, көліктің іші адам танымастай өзгерді деп айта аламын толықтай. Және ең басты нәрсе бізде қазір мынау скоростымызды көрсетіп тұрады, жылдамдығымызды, музыкамыз бар, блютузымыз. Жалпы YouTube-қа да кіре бересіздер, раздача қосасыздар телефоннан немесе модемді қойсаңыздар болады. Мына планшетте 2 USB шнур шығады. Оны біз мына штатның орнына әкеліп қойдық. Бардачоктың ішінде тұр. Барлығы жұмыс жасап тұр жігіттер. Өздеріңіздің ойларыңызды жалпы қалай болды, не істеуге болады дәлден үшін салон жайлы пікір қалдырып кетсеңіздер де болады. Біздер оқырмандармен пока оқырмандарымыз аз. Келесі болашақта да әр оқырманымыздың сұрағына жауап беруге тырысамыз. Қазір енді жауап береміз. Және айтатын нәрсе, енді салонға келетін болса, тағы планшет пен рульден басқа бізде мына дефлектор басында сынып тұрған. То есть бұлар Приоралардың болезні ғой.
осы рефлекторды айырбастадым. Менің бір таныс жігітте осындай приора, ол жігіттің экраны көрсетпей қалды, штатный планшеті экраны көрсетпей қалды да, соған менің планшетімді салып көрдім, сонда да көрсетпейді. Сонда біз мына центральный консольді алып магнитофонды айырбастаған болатынбыз. Маған керегі жоқ деп. Оның магнитофон сыммен қалып тұрған. Енді жалпы жігіттер айта кететін нәрсе, сол кезде мына дефлекторларды айырбастап жіберді. Жаңағы вроде мелочь былай, приятно. Және салонға келетін болсақ, бізде өзінің штатный, родной блок управления фар бізде сынып қалған болатын. Сынғанда мына положениелері жоқ болатын тұғын. Тек бұлай айналып тұра беретін. Осы айырбасталынды. Сонымен жалпы көлігіміз біршама салоны да, сыртына да бір елдің көркін тартатындай әдемі вид жасап келе жатыр деп ойлаймын. Ал ағайын, енді жалпы бізде салынған, қондырған руліміз бен планшетімізге обзор жасап болдық деп есептейміз. Келесі шығарылымдарда направлениемізді сіздерге айтып кетпекпіз. Келесі шығарылымдарда бізде мелкий доработкалар болады, бірақ освещение жағына келгенде прям 360 градусқа өзгердік. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Келесі шығарылымдар біздерде оптикаға арнаймыз. Ағайындар, бізбен бірге болғандарыңызға алғысымыз шексіз. Каналға тіркеліңіздер, достарыңызға таратыңыздар, қоңыраушаны басып, подписаться кнопкасын басыңыздар, лайк басыңыздар, біздермен бірге болыңыздар. Қарапайым арнамен қарапайым болып жүрейік. Қарапайым қазақтың жігіттерінен.